Баршаңызға сәлем достар, сіздермен қайтып келген жадыра. Бүгінгі видеода жасанды интеллект арқылы презентация жасауды көрсететін боламын. Ол үшін Google Chrome'ға кіреміз. И для презентации десеңіздер, жасанды интеллекттің негізі түрі өте көп. Соның ішінде слайдер AI деген жасанды интеллектпен сіздерді таныстырғым келіп тұр. Егер де қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мында екінші тұрған слайдер AI деген жасанды интеллектке кіреміз. Создать презентацию дегенді басамыз. Төмен қарай түссеңіздер, негізі ақпараттар көп, барлығын оқып шықсаңыздар болады. What is Google деп басамыз. Яғни Google аккаунтымызды мына жерден белгілеп, продолжить дегенді басып, яғни Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Негізі кез келген жасанды интеллект бізден тіркелуді сұрайды, сондықтан Google аккаунтты міндетті түрде тіркеп қойыңыздар, дайында болса алдын ала, сол кезде тіркелу жеңіл болады. Енді сол жақ шеттегі шаблоны дегенге барамыз, яғни осы жерде дайын тұрған шаблондар бар. Шаблоны слайдер дегенді таңдаймыз. Мінекей осындай дайын тұрған шаблондар бар. Төмен қарай түссеңіздер, загрузить еще деп тұр, оны бассаңыздар, тағы да шаблондар шығады. Қазір осы жерден біреуін таңдап көре салайық, мысал ретінде. Ол үшін мышканы сол шаблонға қарай жақындатамыз. Сол кезде оң жақ жоғары бұрышта карандаштың суреті шығады. Соны басатын боламыз. Сол кезде редактировать ете аламыз. Мінекей шаблонда шықты. Мінекей сол жақ шетте бір деген окошко шығып тұр ғой. Яғни ең алғашқы слайд беті. Осыған мына шаблондардың қайсысын таңдаймыз. Соны мышканың сол жағымен шертеміз. Мінекей таңдадық. Енді мына жерде тұрған текстің үстінен басамыз да, кәдімгідей тақырыбымызды жазамыз. Оның астына тексті да үстінен просто мышканың сол жағын бір рет шертеміз да, жаза береміз. Және де оның астында тұрған тексті да өзгертуге болады. Стрелка түрі, әртүрлі көлемдегі фигуралар тұр ғой, әдемі-әдемі. Солардың барлығында орнын ауыстыруға болады. Мына текстің үстінен басатын болсақ, мышканың сол жағымен қара дөңгелек түрі B деп тұр, соның қасында 3 точка тұр ғой, ең шетінде соны басатын болсақ, осы текстқа өзгеріс енгізетін бүкіл функция шығады. Мысалы, мына жерде шрифт деп тұр, осы жерден бір шрифтті таңдаймыз. Астындағы начертание деп тұр, соны таңдасақ, кішкене бір қалыңдау, сәл бір өзгерістер енді енгізуге болады осы арқылы да. Деген қара дөңгелек тұр ғой, яғни оның цветін өзгертуге болады осы жерден. Басқа цветтерді таңдап, V деген жирный дегенді білдіреді ғой. Сосын 108 деген оның размері. Осы направление текста деп тұр, ол яғни осы беттің дәл ортасына, шетіне, оң жақ шетіне, сол жақ шетіне деген сияқты өзгерістер болады. Тең деген тең қою, прозрачность деген көрінуі қаншалықты. Осындай өзгерістер жасауға болады. Енді уақыт созбай бірден тоқетерін айта кетсем, мына жерде жоғарыда стрелка тұр ғой, төмен қараған, соны бассаңыздар, осы презентацияны скачать етуге болады. PNG, PPTX және PDF форматында, 3 түрлі форматта. Бірақ бұның қайсысымен де жүктейтін болсаңыз, сіз ақы төлеуіңіз керек болады. Яғни ешқандай да презентация ретінде сіз оны өзіңіздің компьютеріңізге тегін жүктей алмайсыз. Тек қана ссылка деген ғана тегін болып келеді. Қалғандарының барлығы ақылы түрде. Яғни сіз осы презентацияны тағы да көрсеткіңіз келсе, міндетті түрде интернет қосулы болу керек, сол сілтемені жоғалтып алмауыңыз керек деген сияқты сондай проблемалар туындайды. Мен бұны неге бірден кесіп айтып жатырмын? Өйткені жалғыз бұл емес, барлық жасанды интеллекттер 1-2 презентация мүмкіндік беретін шығар кейбіреуі, бірақ бәрібір соңы ақылы түрге ауысып кетеді. Сіз тегін жүктеуіңіз мүмкін, бірақ кейбір функциялар, кейбір мысалға әдемі шаблондар сізге ақылы болып кетуі мүмкін. Сондықтан баршаңызды өзімнің PowerPoint арқылы қалай презентация жасауға болады с нуля, креативті түрде қалай презентация жасау керек, соны үйрететін презентация 1.0 деп аталатын курсыма шақырамын. Себебі ол курста осындай әдемі шаблондарды өзіңіз құрастырасыз да, и постоянно сіздің қолыңызда ол шаблондарыңыз қалады. Және де оған интернетті құртып отырмайсыз да, мысалға оны ашатын кезде интернет керек еді деген сияқты кейбір ауылдық жерлерде сондай проблемалар болып жатады, туындап жатады, маған сұрақтар келіп жатады. Менде мысалы интернет қосылу қиын, мен бұны қалай көрсетемін деп.
Сондықтан кәдімгі баршаңыздың жаңа қолдарыңызда тұрған ноутбуктағы тегін тұрған PowerPoint'ті пайдалану арқылы креативті презентация жасауды үйренуге баршаңызды шақырамын. Себебі мына видеода көріп тұрғандай әдемі переходтарды жасауды үйренетін боласыздар. Әдемі значоктарды қоясыздар, әртүрлі анимацияларды бересіздер. Бесконечный анимация деген бар, соны да қойып үйренесіздер. Әдемі заголовоктар құрастырасыздар. Жаңағы әртүрлі фигураларды бір-бірімен біріктіріп, әдемі инфографиканы да құрастыруды үйренесіздер. Жалпы қазіргі стильдегі презентация жасауды үйренетін боласыздар. Және де сыйлыққа 2021 жылғы PowerPoint'тің установкасы беріледі. Презентация жасауға арналған шаблондар жиынтығы беріледі. Және де қазақ әріптеріне арналған әдемі шрифттар берілетін болады. Егер де осы сабақты алғыңыз келсе, описание бөлімінде жазып тұрған менің инстаграм аккаунтымның сілтемесі бар. Сол сілтемеге өту арқылы инстаграмға жекеге жазсаңыздар болады. Басқа сұрақтарыңыз болса, жекеме жазсаңыздар да болады. Осында комментарийге қойсаңыздар да болады. Және де осы хабармен барша әріптестеріңізді, достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар екен деймін. Себебі жасанды интеллект арқылы презентация жасау түбі ақылы болып кетеді. Ал PowerPoint'пен сіз постоянно тегін пайдаланатын боласыз. Және де басқа біреулерге презентация жасап берші, қалай жасаймын деп оларға сұрақ қойып, постоянно солардың көмегіне жүгініп жүрмейтін боласыздар.